Hello my dear, how are you? Қалдарыңыз қалай? Татап курсының 3-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз ағылшын тіліндегі past perfect уақытын өтетін боламыз. Бұл уақыт өткен шақтағы бір әрекет басқа бір әрекеттен бұрын болғанын көрсету үшін қолданылады. Ал бастайық. Алдымен past perfect деген не екенін қарастырайық. Бұл уақыт біз өткен шақтағы екі оқиғаның біріншісі болғанын көрсету үшін қолданамыз. Оның формуласы өте қарапайым. Had plus past participle, яғни етістің үшінші жағы. For example, she had finished her homework before the movie started. Бұл сөйлемде фильм басталғанға дейін үй жұмысы жасалып қойылған. Бұл уақытты біз неге қолданып жатқанымызды есте сақтайық. Бұл өткен шақтағы бір оқиғаның екіншісінен бұрын болғанын көрсетеді. Енді осы уақыттың қолдану жағдайларын қарастырайық. Past perfect көбінесе екі оқиғаның арасындағы бірінші болғанын көрсету үшін қолданылады, және ол жиі уақыттық белгілермен бірге қолданылады. Мысалы, before, after, by the time, already секілді. For example, by the time I got to the situation, the train had already left. Бұл жерде біз екі оқиғаны көреміз. Мен станцияға жеттім, және пойыз кетті. Пойыздың кетуі бірінші болған, сондықтан past perfect қолданамыз. Енді past perfect'тің грамматикалық құрылымдарына өтетін болсақ, болымды сөйлемдер. Болымды сөйлемдер біз had plus it'стің үшінші жағын қолданып, негізгі құрылым жасаймыз. They had eaten dinner before I arrived. Бұл сөйлемде мен келгенге дейін олар тамақтанып қойған. Had барлық жағдайда өзгеріссіз қалады. Ол етістің үшінші формасы болады. Келесі болымсыз сөйлемдер. Болымсыз сөйлемдерді жасау үшін біз not қосамыз. Subject plus had not plus past participle, яғни етістің үшінші жағы plus object. Мысалы, she had not seen the movie before we watched it together. Мұнда had not қысқартылып айтылып, үшінші формадағы етістік қалады. Бұл сөйлемде ол фильмді біз көргенге дейін көрмегенін көрсетеді. Келесі сұралы сөйлемдер. Сұралы сөйлемдерді біз жасау үшін біз had сөзін алдына шығарамыз. Яғни had plus subject plus past participle plus object. For example, had they already eaten when you arrived? Мұнда had бастауыштан бұрын келеді. Сөйтіп сұрақ құрылымы жасалады. Осылайша біз белгілі бір оқиғаның екінші оқиғадан бұрын болғанын анықтай аламыз. Келесі уақыт белгілер, яғни time markers. Көбінесе past perfect уақытын қолданғанда уақыт белгілерін пайдалану маңызды. Бізде ең көп қолданылатындары before, after, by the time, already. Мысалы, before, I had finished my work before he called. Мұнда ол звондағанға дейін мен жұмыстарымды аяқтадым деп тұр. Second, after, she had left after the meeting ended. Third, by the time we arrived, the event had started. Келесі, already. He had already eaten by the time we got there. Келесіде осы белгілерді қолдана отырып жаттығулар жасаймыз. Енді сіздер осы видеоны паузаға қойып, мен сіздерге берген жаттығуларды өздеріңіз орындап, одан кейін өздеріңіздің жаттығуларыңыздың жауабын тексерсеңіздер болады. Сіздер дұрыс орындады деген үміттемін. Келесі бізде бүгін біз не үйрендік? Яғни, бүгін біз past perfect уақытын қалай қолдану керектігін үйрендік. Онда өткен шақтағы бір оқиға басқа оқиғадан бұрын болғанын көрсету үшін қолданамыз деп айттық. Енді осыған қысқаша қайталап кетсек, бізде үш грамматикалық құрылым болды. Яғни болымды сөйлем, болымсыз сөйлем, сұралы сөйлем. Болымды сөйлемде had plus past participle, яғни етістің үшінші жағы.
болымсыз сөйлемде not қосылады деп айттық, иә? Had, not, plus, past participle, яғни it's-дің үшінші жағы. Ал сұраулы сөйлем қалай қолданады деп айттық? Сұраулы сөйлемде had алдына шығады деп айттық, яғни had, subject, plus it's-дің үшінші жағы. Енді осы грамматикалық құрылымдардың мен сіздерге арнайы мысалдармен келтіріп қойдым, қайталау үшін. Өздеріңіз бір қайталап шықсаңыздар болады. Енді past perfect'те қолдануда жіберілетін бірнеше қателіктер бар. Олардың ең маңыздысы, егер екі әрекет бір уақытта болса, past perfect қолданылмайды. Ол жағдайда past simple қолданылады. Мысалы, қате мысал айтсам сіздерге I had eat dinner and then went to bed. Дұрысы I ate dinner and then went to bed. Past perfect кезінде бір оқиға екіншісінен бұрын болған кезде ғана қолданылады. Енді осы алған теориялық білімімізді практикада қолданайық. Сіздерге бірнеше викторина сұрақтарын қойдым. Өздеріңіз видеоны паузаға қоя отырып, осы викторина сұрақтарына жауап беріңіздер. Сіздерді дұрыс жауап берді деген үміттемін. Енді жауаптарын тексерейік. Біріншісі C, екіншісі B. Енді қорытынды жаттығу. Енді өзіміз жаза отырып жаттығу жасайық. Past perfect'ті қолдана отырып өзіміз сөйлемдер құраймыз. Яғни бір болымды сөйлем, бір болымсыз сөйлем, бір сұраулы сөйлем. Мен сіздерге сөйлемдеріңізді менің чатыма жіберсеңіздер болады. Номерім осының астында. Сіздерге үй жұмысын дайындап қойдым. Үйге тапсырма ретінде келесі сабаққа 5 сөйлем жазыңыз. Осы сөйлемдерді past perfect уақытын және before, after, by the time, already сияқты уақыт белгілерін қолданып, үй тапсырмасын келесі сабақта бірге талқылайтын боламыз. Сабақта қатысқандарыңыз үшін рахмет. Past perfect уақытын күнделікті сөйлемдерде қолдануды ұмытпаңыз. Келесі сабақта кездескенше.